Алло, сәлематсыз ба, Арыстанбек аға? Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Бұл Арнаулы кітапханадан Нұржахан ғой. Жақсы, рахмет. Қалыңыз жақсы. Іштеріңіз піспай жатыр ма? Мына қазіргі пандемия кезіндегі коронавирустық уақытта. Ол іш пысқанда телевизор бар. Дағы оқытып ешкілеріміз бар. Жарықтырген алған. Шетеліне аппаратымыз бар. Соныменен пайдаланып, жаңағы радио бар астымызда. Соны тыңдап көріп, мен уақыт сүйватымыз қораң ішіне ептеп қораң ішіне шығып қайтамыз. Өте дұрыс екен. Мына бүгін 1 сәуір күлкі күніне орай біз сіздердің мына көңілсіз күндері көңілдеріңізді көтерейік деп сізге бір әңгіме оқып бергім келіп отыр. Күллі әлемнің күлкісі. Мынау шетелдік сатириктердің, юмористердің таңдалмалы аудармасын жаңағы орыс тілінде Берік Садырменен Айда Сыздық аударған екен. Кітаптың аты Күллі әлемнің күлкісі. Соның ішіндегі өркеннің өссін деген тақырыпты оқып бергім келіп отыр. Уақытыңыз болса оқып берейін. Күндердің бір күнінде жедел жәрдемде фельдшер болып қызмет істейтін көз танысым Славаға кезге кеткені бар. Қабағы қату, түсі суық, адам қалпынан ажыраңқырап қалған пошымыз көзім түсіп, өй ағай, не боп қалды? Әйелінен ажырастың ба? Деп бетіне бедірие қарап едім. Жоға, қызметтегі кесепаттағы баяғы, деп төмен қарап тұнжырамасы бар ма? Не, сөгіс беріп сүмірейтті ме дедім, тақақтап болмаған соң. Сен не деп айтасың ау? Олай болса, оңымен ғой, жұмыс орнында алғыс арқалаған алақат келіп жетіпті, деп менің келіп жеткен алғысы не? Өрт сөндіргендей мына өңің не? Деп алақтаған алақандай жанарына тіктеп қарап, маған мән-жайды баяндай жөнелді. Кезекшілікте болатымын, аурудан демі бітіп өліп ауызында жатыр, қыл көпірдің үстінде тұр, тез жете көріңдер деген хабар келген. Кислород толтырылған жастық, күндегі асай-мүсей салынған қобдишамды алып, қасыма медбикенің бірін ертіп, айтқан жерге айдап бара қалдық. Айналандырмау, тезірек, жар дегенде жалғыз сіңілім, көз жұмбақшы деп бізге ақ әжеміз есік ашып, кемсеңдей көзіне жас алған соң, сабыр етіңіз, ол бола қоймас деп төрге оздым. Шында да жағдай қиын екен, іске кірісіп кеттік. Ақ әжеміз де дамыл табар емес, арасында айналайындармай, аянып қалмаңдаршы, еңбектерін еселеп қайтады деп қояды. Бір сәт бүйрек тұсым жыбырлағандай болды. Көз қиығымды салып едім, ағажай 1000 теңгелікті қалталатымның қалтасына сүңгітіп жатыр екен. Міндетімді жалғастыра бердім. Қажетті шараларды түгел жасап, ауырдың бетін бері қараттыға әйтеуір. Әжеміздің қуанышында шек жоқ. Тек біз кетер мезетте. Қайдан ғана келе қалып едіңдер, қарақтарым. Алғыс айтып қатшаса қайда жібергеніміз жөн деп жатты. Жанымдағы медбике мекенжайды беріп, сыртына бас дәрігердің өз қолына десеңіз барады деді. Күйген тіршіліктен жүріп жатқанбыз. Ол оқиғаны ұмытатындай уақыт болған. Күндердің күнде бас дәрігер шақыртады. Бара қалдым. Үстел жағалай бір топ жайғасқан екен. Бір-біріне бір қағазды шұқып көбірлеп қояды. Көп кідіртпей отырғандардың бірі тіл қатты. Фельдшер Медников, сен білсің? Я, мен. Жағдайың қалай? Не өзгеріс деп жатыр екіншісі. Жаман емес, көппен бірге көсіліп жүрміз. Институтта оқып жүрмін, врач болсам деген арманым бар, деп көсіліп келе жатыр едім. Бас дәрігер, ия, деп кеңінен демін алып, тағы өзінің врач болғысы келеді, оқыс шанаған, деп қарсы алдындағы бұжыр қараға иек қағып, мен жаққа алара қарады. Бұжыр қара елден елге көшіп, қона алмай жүрген ала қағазды ыңғайына алып, оқи жөнелді. Қымбатты бас дәрігер, сізге хат жолдаушы қарт зейнеткер Иванова. Ең алдымен сіздердің жедел жәрдем еріңізге алғысымды айтқым келеді. Менің жақын сіңілім өлім аузында жатқан болатын. Осы арада сіздердің Медников есімді дәрігеріңіз бен медбикеңіз келе қалмасы бар ма? Нағыз азаматтар деп осыны айт.
Қаншама уақыттары кетті, нешеме дәрілер ысырап болды. Ақыры адамды ажалдан тырнағынан аман алып қалды. Емес пе? Ең негізгісі ақыларына қымбатты алған жоқ. Бар болғаны 1000 сом депті. Арты не болды деп Славяны иығынан тартып өзіме қаратып едім. Не болушы еді? Кезекші машинамен зейнеткер Иванова ақшасын апарып ұсындым. Көз жасы көл. Алсашы, содан келе жатқан бетім ақыры немен тынарын білмеймін, ятта болды өзі. Кім кінәлі? Мен сұраған жоқпын, өз міндетімді ғана атқардым. Кінәлі өзі деп ағынан жарылып, іштей шерін ақтара серпілгені бар. Ұнады маған? Енді сондай өмірдегі жағдай ғой да? Иә, өмірдегі жағдай. Ойбай, көмектесе көрген қалысына қойысына қойны қойысы ақша тұрады өзіңізді кәдімгі. Иә, дұрыс айтасыз. Ол мұнда алдына мынандай да шығады деп ойламай тұрған көрдім бе, 800 теңге болса да. Иә. Өмірдегі қазіргі заманға не ғой? Шындық. Болып жатқан жағдай ғой қазіргі. Басқа жағдай. Енді кепесінен жәмінен мысал ғой енді. Иә. Мәлі болса алмау керек қайында болса дәуе. Иә. Аға, сіздерге осылай енді онлайн түрінде оқып тұрамыз. Ренжімей, уақыттарыңыз болса бізге уақыттарыңызды бөліп тұрыңыздар. Жарайды, жақсы рахмет. Аха, сізге де рахмет үлкен. Жақсы рахмет еңбектеріңе. Аха, сау болыңыз. Рахмет, жақсы болыңыз.